Тек сәндені пешкедің еңді ұмытпа. Жұлдыз болам, сұлу болам, жүректерді жаулай. Егер сүйіктің келе қалса, алдынан шық. Барынша тырыса түс, мүмкін болса аса түс. Кездесуде сүйіктімде. Улала. Ішің сұлу болса маңызды. Сыртыңа болған сен болмасын қара. Алқа тақсам қайтеді? Люцифер, Ақымақ мысық. есіңде болсын. Шыбын сірке судан көрі балға әуес болады. Шыбын аулағалы жатқан біреу бар ма? Айтайын дегенім, наубайшыға ұнау үшін сыпайы сөйлескенің абзал. Ол үшін не істеуім керек? Бәрі жымиюдан басталады. Одан да үлкенірек алқаны бер. Өтінем. Мына түрімнен бәрі шошиды. Қане? Ол міндетті түрде ұнатады. Солай ма? Апам ұстап алса ше? Ол маған наубайшымен сөйлеспе деген болатын. Мүмкін біреудің айтқанымен жүруді қойып, өз жүрегіңді тыңдайтын уақыт болған шығар. Кеш боп кетті, мен кетейін. Ал наубайшыны қайтесің? Мен көмектесіп жіберейін. Ертең түсте базарда жолғамыз ба? Әрине, қуана. Апа, мен қалаға кеттім. Үйден нан қалмапты. Хей! Кешіріңіз, мұнан ала тұрайын. Яу! Сені алма сататын жерде күтем. Оған ұнайды деп ойлайсыз ба? Әдемі гүлдесте ғой, әрине ұнайды. Достар, егер де сіздер осы мультфилімді толық соңына шейін көріп тартып алғыңыз келсе, енді оны соңына шейін көріңіздер. Ал олай болса кетті. Қазір мен Күлше қыз екіні қалай толық көруге болатынын көрсетемін. Күлше қыздың описаниясын қарасақ, онда ссылкада. Соны басып көреміз. Мен робот емеспін деген сөзді басамын. Сосын маған таксидің сюжетін таңда дейді. Мен 3 таксидің сюжетін таңдаймын. Сосын подтвердить деген кнопканы басамын. Сосын
сосын маған рекламаны көрсетеді. Сол кезде артқа қайту деген кнопканы бассақ, ашылды. Енді біз получить ссылку деген сөзді басамыз. Сосын біз өз Google аккаунтымызды таңдаймыз. Ал достар, осылайша Күлше қыз 2-нің толық нұсқасын көруге болады. Ал енді қалай тартуға болатынын көрсетемін. 3 нүктені басамыз. Скачать дегенді бассақ, бұл видео біздің соткамызға тартылады. Төбесіне қарап көруге болады. Достар, бұл менің осында болады дауысы. Жақын арада дәл осы секілді менің каналда кез келген мультфилімді соңына шейін толық нұсқасын көруге болады. Сау болыңыздар.